Біздің бүгін кеңес үкіметі мысалы біткен кезде 91-92 жылдары мен оқу бітірдім. Сол кезде жұмысқа шықтық біз. Сол кезде менің қатарымда шын мәнінде мансап қумайтын, пайда қумайтын, бірақ халқына шын ниетімен қызмет еткісі келетін, білікті маман болғысы келетін адамдар көп болды. Өкінішке орай біздің қатардан жеңіп шыққандардың бәрі, жарып шыққандардың бәрі. Өңкей жаңағы институтта жүрген кезде жаңағы декандар мен студенттердің ортасында пара тасыған, жаңағы жұрттың жаңағы кіріп зачетін алып берген, сол жаңағы ауылдан мал тасыған, біреуге көмекші болған, тағдырының карьерасының басында сондайлар жеңіп шықты да, таза маман боламын дегендердің барлығы көш келе салмай қалды. Мен ойлаймын, біз мынау баяғы ремарктар жазған секілді, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адасып қалған ұрпақ секілді біз потерянный поколениеміз, жоғалған ұрпақпыз біз Қазақстан үшін. Біздің әкелеріміздің қатары сол өле-өлгенше әлі күнге дейін креслоларына жабысып отыр, орындарын балаларына бермеу үшін. Ал бізден кейін біздің балаларымыз өсіп қалып, біздің балаларымыз бізден әлдеқайда артық. Сондықтан біз былай адасып қалған емес, біз жоғалып кеткен, жоқ болып кеткен ұрпақпыз.